Ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден. Фантазия білімнен маңыздырақ. Өйткені білімнің шегі бар. Сүйкімді асты қабылдаудың еш жағымды әсер болмайтыны тәрізді, ынтасыз, зердесіз білім қабылдауда ақыл ойды тоздырады. Айтылған ақпараттар бойға сіңбейді, жақсы тәрбиелі ұрпақ қалыптаспайды. Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды, ізденуді тоқтатқанмен оның мұғалімдігі де жойылады. Білім адам баласының ортақ қазынасы. Мұғалім өзінің білімділігімен, жүріс тұрысымен, жайдары мінезімен, тіпті сырт пішіні, киген киіммен де оқушысына жақсы мағынада қатты әсер етеді. Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсу үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет. Адам бойындағы ең тамаша нәрсе білім мен ақыл. Адамға тіл, құлақ қандай керек болса, білім де сондай керек. Оқу, білімсіз өнер де жоқ. Ақын болу үшін де, болмаса басқа түрлі өнерпаз болу үшін де, ең алдымен білім керек. Мен көп нәрсені білмейтінімді білемін, алайда басқалар мұны да білмейді. Жастардың бүгінгі міндеті оқу, білім, тәрбие жұмыстары. Жастар бүгін сөзден іске көшетін заман. Білімсіз істің реті болмайды. Сондықтан жастардың жалпы назары мектепке аударылуы керек. Білімдеріңізді толықтырмаған әр күн, сіз үшін текке кеткен және енді қайтып оралмайтын күн деп есептеңіз. Пайда ойлама, ар ойла. Талап қыл артық білуге. Артық білім кітапта. Ерінбей оқып көруге.